Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз еліміздегі ең жұмбақ әрі ең көп зиярат етілетін қасиетті орындардың бірі Үкаш Ата тақырыбын зерттейміз. Мыңдаған адам жыл сайын бұл жерге келіп тұрады. Біреулер шипа іздейді, біреулер тілегінің орындалуын сұрайды, біреулер құдықтың құпиясын көруге асығады. Бірақ өте аз адам мына сұрақтарды қояды. Үкаш Ата шын мәнінде кім болған? Ол қандай адам болған? Неліктен оның есімі ғасырлар бойы ұмытылған жоқ? Ал оның құдығының сыры неде? Кейбіреулер бұл жерді ерекше күштің мекені дейді. Кейбіреулер мұның бәрін халық сенімімен байланыстырады. Ал шындық қай жерде? Бүгін біз Үкаш Ата кесенесінің және әйгілі құдықтың энергетикасын зерттейміз. Бұл жерде расымен тылсым күш бар ма? Адамдардың тілектері қандай жағдайда қабылданады? Неліктен кей адамдар ерекше әсер алады, ал кейбіреулер ештеңе сезбейді? Ендеше бастайық. Үкаш Атаның шын болмысы жөнінде бірінші сұрақ. Үкаш Ата шын мәнінде қандай тұлға болған? Тұлға ретінде тұлғада, бірақ оған келуші адамдардың өздерінің көргісі келетін болмысына сай немесе күтулеріне сай олар қай қалыпта көргісі келеді, сондай образда көре алуына рұқсат етілген деп айтуға болады, немесе кім қандай қалыпта оны көргісі келеді, сондай қалыпта көрінеді деп айту дұрысырақ шығар. Оның тарихи өмірі туралы қазіргі мәліметтердің қаншасы шындыққа жақын? 40%. Үкаш Ата немен айналысқан өз өмірінде? Әр адамның өзінің өмір жолында көрінетін немесе айналысатын сфераларына қарай бұл кісіде де бірнеше сфераны қамтыған өмір болған. Өмірінің бір кездерінде жайлы, сондай мамыражай тірлік болса, өмірінің бір кездерінде жауынгершілік кезең бар. Негізгі миссиясы қандай болған? Негізгі миссиясы көбірек жауынгер, воин. Неліктен оның есімі ғасырлар бойы сақталып қалды? Өйткені өмірінің өзі тірі кезеңдерінде де ол өзінің жарқын энергиясымен, таза ниетімен, адамгершілік қасиетімен сондай тартымды тұлға болған. Кейін бұл нәрсесі еселеніп аңызға айналып кеткен. Енді атаның рухани деңгейі жөнінде. Үкаш Атаның рухани деңгейі қандай болған? Өте жоғары. Ерекше қабілеттері болды ма? Ерекше қабілеттеріне сезімталдылығының жоғарылығын айтуға болады. Әдеттегі адамдарға қарағанда зор қабілетті болғандығын көрсетіп тұр. Немесе әдеттегі адамдардан көп нәрсені білген деп айтуға болады. Ол қандай білімнің иесі болған? Бір ғана білімді көрсетіп тұрған жоқ, бірнеше білімді
және сол бірнеше білімнің тоғысқан жерлерін осы әр білімнен сусындай отырып, оның ішінде керегін алып, жаңашылын, сол дәуірде жаңашылын алып, соны әдемі өмірде қолданысқа енгізген даналығы мен ақылдылығын көрсетіп тұр. Мгм. Оның адамдарға қалдырған негізгі мұрасы қандай? Бізде ол кісінің өсиет сөздері көп болғанын көрсетіпті. Бірақ бұл ол кісінің өсиеттері туралы қолжазба жоғалған немесе тығылған жерлерінен жарыққа шықпай қалған мүмкін, немесе былай деп айтуға болады, қазіргі күнге толық жетпеген деп айтуға болады. Мгм. Ол әулие дәрежесіне қалай жетті? Өзінің ақылдылығының, білімділігінің арқасында. Мгм. Жарайды. Ол кісіде қамқорлықтың, адамгершіліктің деңгейі өте жоғары болып тұр. Көбірек қамқорлық деп айтуға болады. Мгм. Адамдарға деген қамқорлықтың деңгейі өте жоғары болып тұр. Осы нәрсенің толқыны заманнан заманға немесе бірнеше дәуірге өтіп тұр деп айтуға болады. Мгм. Немесе сол кезде ол кісіден көрген бір қамқорлықтың дәрежесі ұрпақтан ұрпаққа мұра болып айтылу дәрежесі бойынша айтылған нәрседен келесі ұрпақ сондай бір керемет әңгімелер естігендіктен айтады ғой, қазақта бір жамалы дейтін сөз бар. Бір жамалы тараған, сондай. Как будто сол кісінің энергиясына зәрулік деп айтайын ба, немесе құлшыну деп айтайын ба, қатты қалау деп айтайын ба, соны бір сезінгісі келетін сондай адамдардан сондай қатты не бар, сұраныс туындаған. Осы күштің арқасында бұл кісі өмірден өтсе де, сол естіген әңгімелерінің күшімен сол қамқорлықтың бір шетін көруге, сезінуге, сонда бір жұттан сұраныс туып тұр. Солай жалғасып кете берген нәрсені көрсетеді. Мгм. Атада қандай да бір тылсым күш болды ма? Тағы көпке тараған сондай кісі екен. Тылсым күш дегеннен гөрі білімділік деп айтуға болатын шығар. Мгм. Негізінде түсініксіз құпия тылсым күштен гөрі білімдарлық өте көп, білімділік өте көп. Құпия қара тылсым күш ондай жоқ. Жақсы. Енді құдығының құпиясы жөнінде. Ол құдығының ерекшелігі неде? Құдықтағы су негізінде табиғатпен етене байланысты болып тұр. Мгм. Негізінде бұл жерде де көбірек аңыз болып кеткен нәрсе деп айтуға болады. Аңызға айналып кеткен нәрсе, сондықтан не нәрсе шындық, не нәрсе тылсым, соны айыра алмай қалатындай аңызға айналып кеткен. Әйтпесе құдық ол бір табиғаттың өзінің құбылысы болып тұр негізінде. Мгм.
Неліктен шелек кей адамдарға тез толып шығады, ал кейбіріне шықпайды деген сенім қалыптасқан? Ол адамдардың өздерінің болжамы, өздерінің ниеттен бұрын өздерінің қорқынышы, сол бойындағы қорқыныштан күтулерімен байланыстылықтан бір пенделік қасиеттерден шығып тұр. Мгм. Жарайды. Ал ол құдықтың бір энергетикалық ерекшелігі бар ма? Ерекшелік ретінде тек қана мүмкін бұл тұлғаның өмірде тірі кезінде болған кезде де бұл бұлақтың соңы деп айтайыншы, атамен байланысты, өміріне байланысты сәттері көп болған. Мгм. Сонысымен тек бұл кісінің энергиясы сол атаға тиесілі аумақтағы суда әлі де бар энергия. Как бы мана айтып өткендей, оның энергиясын тербелісі дәуірден дәуірге өтіп тұрса, келесі ұрпаққа немесе қалай деп айтуға болады, бір заманнан бір заманға қалай өтіп тұрса, судағы күші де тура сондай болып, жылдардан жылдарға өтіп тұр, ғасырдан ғасырға өтіп тұр деп айтайықшы, тербелісі. Мгм. Негізінде бұл табиғи құбылыс, табиғи нәрсе болғанымен, ол өзінің өмірінде осы сумен етене бірлесіп жұмыс істеген жерлеріне қарай, сол өзіне тым жақын аумақтағы суда сондай мана энергиясын тербелісі бар сияқты әсер бар. Мгм. Вибрация деп айтуға болады, немесе толқын деп айтуға болады, бір энергия толқыны бар. Әрі қарайғы шекарада ол табиғат құбылысы болғандықтан басқа жерде қатысты ол суларда уже ол энергияның тербелісі жоқ. Мгм. Сонысымен бұл судың адамдар күткендей адамдарға емдік шарапаты тиеді. Ал бірақ біреуге шықпай қалады, біреуге шығады, ол адамдардың өзіне байланысты нәрсе болып тұр, қорқынышына байланысты. Әйтпесе атаға қатысты атаның тарапынан адамдарды бөліп жару дейтін мүлдем жоқ. Мгм. Жарайды. Яғни судың емдік қасиеті бар, иә? Мгм. Жақсы. Енді бұл жерге, кесенеге зиярат етушілер не үшін барады? Не тартады оларды? Қатты сенім бар. Манағы атадан балаға өткен, ұрпақтан ұрпаққа жеткен аңыз әңгімелер бар. Соның желісімен қатты құштар деп айтайықшы, атаның жамалына құштарлық адамдар тарапынан бар. Қамқорлыққа зәрулік бар. Өйткені бұл кісінің қамқорлығы, адамгершілік қасиеті ол кісінің тірі кезінде ақ көпке танымал болған. Сондай атақтылығымен сол естіген әңгімелер ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. И адамдардың бойында осында бір қамқорлықтың бір дәмін сезіну, күшін сезіну дейтін сондай бір құштарлық адамдарда бар. Солай барады атаға. Мгм. Сол жерге барған адамдар қандай энергияны сезінеді? Жалпы энергетикасы қандай кесененің? Энергиясы өте ауқымды, масштабты болып тұр, биік болып тұр. Өзі қандай танымалдылыққа ие болса, тура сондай болып жалынып, прям солай жайылып тұр деп айтайыншы. Жалындайын деп жақсы мағынада айтып жатырмын, энергетикалық толқын дегенді білдіріп жатырмын. Мгм. Сұрақ қандай болды? Қандай энергияны сезінеді бұл жерде адамдар? Адамдар
тыныштықты сезінеді. Жандары бір сәттік тыныштыққа, мамыражайлыққа келеді. Как бы оларда физикалық денесінде энергетикалық деңгейде бір тепе-теңдік балансқа түсіретін сондай бір нәрсе бар бұл жерде. Сол тепе-теңдік балансқа келгендігінен адамдар бір жайбарақат, жаймашуақ, мамыражай күйге енуі мүмкін. Көбірек негізінде солай деп айтуға болатын шығар. Адамдар сол үшін ойлауы мүмкін, осы жерге келіп жазыламыз деп. Бұл жерде көбірек ауытқушылықта болған, балансы бұзылған физикалық, энергетикалық денелердегі вибрациялық толқындарды деп айтамыз, энергияны дейміз ба, соны тепе-теңдік қалпына келтіретін күші бар, бұл жердің балансқа келтіретін күші бар. Сол тепе-теңдік балансқа келу үшін қанша уақыт болу керек кесененің жанында? Қанша уақыт? Адам өзін жайлы сезінгенше әркімде әртүрлі уақыт. Жарайды. Бұл жерде расымен ниет пен дұға күшейеді ме? Түсінбеймін. Кесененің жанында адамдардың ниеті мен дұғалары күшейеді ме? Күшейеді ме? Иә. Қандай мағынада? Енді Күшейеді ме? бір ниеттеніп келеді, иә? Сол ниетінің күші артады ма? Артады. Өйткені ода манағы айтқан барлығы бір қалыпты айтатын сөзім аузыма түспей жатыр, не деп айтып жеткізуге болады. Бір қалыпты былай деп айтуға болатын шығар, бір резонанс деп айтады ғой. Немесе денелердің өзінің энергетикалық жиілігі ма. Бір сондай бір толыққанды бір күйге келтіреді бұл жердің энергиясы. Мүмкін сол кезде ол адам ниетінің күшейгендігін сезіну мүмкін. Бір жарық сәулені деп айтсақ екен. Өзінің бойында бір сондай нәрсе сезінуі мүмкін. Негізінде адамның барлығы қалыпты жағдайда солай болу керек еді. Бірақ басқа аумақтарда немесе түрлі себептерге сай, немесе адамдардың тіршілік әрекетіне сай, барлық адамдарда бұл өзінің вибрациялық жиілігі тепе-теңдік қалпында болмағандықтан ол басқа жерде сезінбеуі мүмкін. Негізінде ол қалыпты жағдайда барлық жерде де солай сезілу керек еді адамдарда. Но адамдарда қазір көп болмысы өзгерген, немесе күрделі өзгерістерге ұшыраған деп айтуға болады. Мына жерге келген кезде сол нәрсе өзінің күйіне келгеннен кейін өзінің ниетінің күшейгендігін сезінуі мүмкін. Жақсы. Бұл жерде қандай өтініштер мен тілектері қабылданады? Шынайы тілектің барлығы. Ешқандай бөліп, жару, алалау деген жоқ. Қаншалықты шынайы сонда. Осы жерге келген адамның ішкі күйі нәтижеге әсер етеді ме? Етеді. Қалайша? Мысалы, бірінші реттік білімділігі күшейеді адамның. Осы нәрсенің өзінен ақ оның нәтижесінің өзі ойлағандай нәтижелі немесе ауқымды болуына адам өз ақ солысымен әсер етеді. Бірақ бірінші реттік ол адамда білімділік күшейеді.
Мгм. Жарайды. Енді бұл жерде кесененің айналасында рухани күш бар ма? Бар. Ол не күш? Атаның өзінің өрісі ме, әлде сеніммен қалыптасқан бір жиынтық па? Эгрегор сияқты. Біріншіден, қорғаушы күш болып сезіледі. Бірақ бірінші реттік бұл жердің немесе атаның осы таза вибрациялық энергетикалық вибрациялық жиілікті қорғаушы күш ретінде сезілетін айналада күш бар, қорғаушы күш бар. Қорғаушы күш. Иә. Мгм. Эгрегор деп адамдар тарапынан айтылып тұрған болса, ол көбірек екінші реттік, ол аса маңызды емес. Мгм. Ол және бұзылып кетуі мүмкін. Мгм. Яғни бұл атаның өрісі, иә, бүгінгі күнге дейін сақталған. Иә. Мгм. Бұл орынға негативті сущностер әсер ете алады ма? Негізінде сіз алдыңғы сұрақты қойған кезде бұл жердің өрісінің соңғы жылдарда, соңғы кезеңдерде деп айтуға болады. Кішкене сәл пәл әлсірегенін немесе беті сәл қалай деп айтсам болады. Шаңданған сияқты сондай әсер болған екен. Мгм. Соған қарай сіздің келесі сұрағыңыз қойылғанда, осы беткей сыртқы әсер етуі мүмкін, негативті энергиялар қонған болуы мүмкін, сырттай ішкі негізгі өзегіне өте алмайды. Но бірақ сыртқы өрісті негативтендіруге немесе ластауға ондай болуы мүмкін екендігін көрсетіп тұр және болған. Мгм. Екен деп айтады ғой сондай. Енді бұл жерге қазір адамдар не алып кетеді осы жерден, не қалдырып кетеді энергетикалық тұрғыда? Адамдардың ниетінің соңғы кезде ұсақталып кеткендігін көрсетіп тұр. Егер біз алдыңғы сұрақтың бізімен не үшін сыртқы өрістің бетін кірлеткен деген шаң тозаңға немесе көмескі қылып әсер етіп тұр деген сұрақтың жауабын іздесек, адамдардың ниеттерінің ұсақталып кеткендігін немесе бір пенделік ойлардың көбейіп кеткендігін көрсетіп тұр. Егер де сол кезеңде немесе ата өмірден өткеннен кейінгі кезеңдерде адамдарда сұраныстары бек рухани болса, немесе адамдардың рухани азығын сұрауына байланысты сұраныстар болған десек, соңғы кезеңдерде адамдардың негативті сущностьтар араласып, ол адамдарға деген негативті сущностьтардың әсерінен олардың ниеттерінің, пенделік ойларының өте ұсақталып кеткендігін көрсетіп тұр. Қандай сұрақ қойдыңыз? Не алып кетеді осы жерден, не қалдырып кетеді адамдар? Адамдар бір айқындылықты алып кетеді. Олар өзі ол дер мезгілінде сезінбеуі мүмкін. Кейін уақыт өте
өмірлерінде бір айқындылық болуы мүмкін, немесе осы айқындылыққа жетелейтін белгілер болуы мүмкін, өмірінде құбылыстар болуы мүмкін, бірақ оны көп адамдар әлбетте сезінбейтіндігін көрсетіп тұр. Олардың ойынша, қазіргі адамдардың ойынша, олар басқа нәрсе алып кету керек еді, бірақ ата оларға өте ауқымды басқа нәрсе береді. Адамдардың пенделік ойлары мен бұл жұрттың өрісі энергиясының бір-біріне солай үйлеспей жатқандығын, қиын үйлесіп жатқандығын көрсетіп тұр. Әйтпесе барлық адамдар осы жердің өрісінің әсерінен қандай да бір өмірінде өзгерістер мен айқындылық алып кететінін көрсетеді. Олар оны өздері білмеуі мүмкін, но өмірлерінде көрініс табады. Жарайды. Енді атаның өрісі қай жерде мықты? Кесененің ішінде ме? Я кесененің өз энергетикасы сондай ма, әлде сыртқы аумағында ма? Сол жердің энергетикасы ма? Кесене деген өзінің жатқан жері ма? Иә. Өзінің жатқан жерінде өте мықты болып тұр. Айналаға қарай ол кішкене сейіледі. Жақсы. Ал адамдардың сенімі жоғалса, бұл орынның күші сақтала ма? Сақталады. Жақсы. Қазіргі кездегі адамдар Үкаша атаның ілімін түсіне алады ма? Жоқ. Өте қиын түсінеді. Не себептен? Оларда осы түсіну нүктесі немесе түсіну көзі деп айтайық па, немесе жоғарғы рухани көз ба, әлде бұны үшінші көз деп айтуға бола ма? Сол нәрсе көп адамдарда жабық. Осы жабықтығымен бір пенделік ойлармен алысып, бір теріс, бұрыс бағыттарға түсіп кеткендігін, өздерінің оларға туа бітті жаратылысында берілген миссияларын ұмытып кеткендігін, сәйкесінше тағдырлары бұрмаланғандықтан өздері күткен нәрсені өздері түсінбей, өздері ала алмай жатқандығын көбірек көрсетіп тұр. Атаның ілімі дінге қатысты болды ма, әлде бұдан да ауқымды болды ма? Дінге қатысты жерлері бар. Бар. Ілімі нені қамтыды жалпы? Сауаттылық. Көкірек көзі ояу болу, сауаттылық. Білімге ашықтық. Өркениеттің дамуы. Білімді пайдаланып, қарыштап даму. Жарайды. Егер Үкаш ата бүгін адамдарға үн қатса, не айтар еді? Ынтымақ. Ынтымақта болу, ықыласта болу, құрмет пен ізгілік. Жарайды, рахмет. Міне, құрметті оқырмандар, біздер Үкаш ата туралы ақпарат алдық. Тылсым нәзік әлемнен барлық сұрақтарымызға жауап алдық. Комментарийге өз пікірлеріңізді білдіріп тұрыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі зерттеулерде кездескенше.